Сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздерге өте оңай, тез жасалынатын жеміс-жидектерден тұратын салаттың рецебімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар киви, банан, алма, мандарин және анар мен йогурт қажет болады. Ал олай болса салатымызды бастайық. Бисмилля. Алдымен бананды алып, осылай бөліктерге бөліп турап аламыз. Бананды турап болдық. Бізде келесі ингредиентіміз киви. Кивиді дәл банан секілді бөліктерге бөліп тураймыз. Келесі бізде алманы да квадрат қылып турап аламыз. Алманы турап болдым достар, енді кішкентай ғана мандарин қостым. Йогуртты мен чуданың клубника дәмін таңдадым. Сіздер өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Кез келген йогуртты таңдай беруге болады. Және анарымызды қосып, жақсылап салатты араластырамыз. Міне достар, біздің дәруменге толы, өте оңай, тез жасалынатын жеміс-жидектерден тұратын салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Бетіне сәндік үшін шоколад сеуіп қойдым. Ал жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.